Сәлеметсіздер ме, қалдарыңыз қалай? Өздеріңізбен амандықпен жүздесіп отырғаныма қуаныштамын. Енді бүгінгі бөліспекші болған мазмұным сәл ұзақ болса да енді соңына дейін тыңдауларыңызды үміт етемін. Өйткені барлықтарыңызға пайдасы тиеді деген ойдамын. Кішкентай ғана бір мазмұн оқып едім осы бірнеше күннің алдында. Кішкентай болса да енді өзіме қатты әсер етті. Соны сіздерге ашып түсіндіріп бергім келіп отыр. Американың бір психологиялық емдеушісі Луис Хай деген бір әйел кісі болады екен. Ол кісі енді өз өмірінде некеден сәтсіздікке ұшыраған, одан кейін жоқшылықтың, кедейшіліктің тауқыметін тартқан, өзі бір ауыр науқаспен ауырып, аурудың да зардабын шеккен сондай бір кісі екен. Бұл кісі енді осындай адамдарды емдеу жұмысымен шұғылдану барысында енді көп адамдарға кезігеді ғой. Махаббаттан сәтсіздікке ұшырап, махаббаттан жүректері жараланған, болмаса кәсіптен қайта-қайта аяқтары шалынып, осындай бір сәтсіздікке ұшырай берген. Енді осындай адамдар мысалы көңілсіздік күйге түсе береді, өмірдің бір тоқырау кезеңіне өтіп кететін сондай адамдар болады ғой енді. Сондай адамдарды емдеу барысында бұл кісі бір нәрсені байқайды екен. Бір түрлі бір жол болады екен осы мәселелердің бәрін шеше алатын. Ол болса өзін өзі сүю дейді. Өзіңді өзің сүйе бастаған күннен бастап дейді, сенің өміріңде бір ғажайып өзгерістер туылады дейді. Одан кейін сол арқылы ақырын бұл мәселелердің бәрі де өз шешімін табады дейді. Өзімізді өзіміз қалай сүйеміз? Мысалы, қалай істегенде біз нағыз өзімізді сүйген боламыз. Біз көп жағдайда өзімізге ақша істетуді, өзімізді сүю, өзімізді мүсәпірсітпеу деп ойлаймыз. Әсіресе әйел адамдар өзімізді көңілдету үшін біз ойлап қаламыз. Біз көп уақытымызды семьямызға арнап жіберіппіз. Біз өзіміз үшін бір уақыт шығармаппыз дейміз да, сыртқа шығамыз, сауда базарларын аралаймыз, болмаса бір жақсы жерден тамақтанамыз, өзімізге жақсы заттар сатып аламыз, сол арқылы өзімізді көңілдендірдік деп ойлаймыз ғой. Ол енді расында да көмектеседі біраз уақыт. Бірақ ақырын келе ода бізге көмектесе алмай қалады. Біз одан шынайы көңілді бола алмаймыз. Ал енді кей жағдайларда мысалы адамдар бір жылға бір жылдық жоспар жасайды. Мәселен, мен келесі жылы өзімді дамытамын, өзім үшін көп уақыт шығарамын, кітап оқимын, өзіме бір спорт картасын бітіремін, дене шынықтырамын, дене сапамды өзгертемін деп ойлаймыз. Одан кейін болмаса бір өнер үйренемін, болмаса бір емтихан беріп сол арқылы өзімді шыңдаймын, өзімді дамытамын деп. Сол арқылы бір түрлі өзімізді сүйіп жатырмыз, өзіміз үшін іс істеп жатырмыз, көңілді болып жатырмыз дейміз. Бірақ енді сол ана кісінің айтуынша бұлардың бәрі бір сыртқы тұрмыс тәсіліміздің өзгерген екен. Бұл бізге шынайы ішкі жағымызды өзгерте алмайды екен. Енді шынайы іштен өзгеру үшін біз сөзсіз өзіміздің көңіл күйімізді өзгертуіміз керек екен. Бір жаңаша көңіл күймен осы тұрмысқа бір түрлі өмірге қарайды екенбіз, бетпе-бет келеді екенбіз. Сол кезде біздің ішкі дүниеміз өзгергенде барып, сыртқы факторлар ол шынайы өзгереді екен. Енді бұл жерін айтқан кезде сәл түсініксіздеу болады, бірақ енді өз басынан өткен адам бұны жақсы түсіне алады деп ойлаймын мен. Мен өзім де өте бір көңілсіздік кездерді бастан кешіргенмін. Сол үшін де осы жерін оқыған кезімде қатты өзіме әсер етті. Ол кездерде мен өзімді дамытып жаттым, ағылшын тілін үйреніп жаттым, уақытымды өзіме көп арнадым, балаларыма арнадым, балаларымды ағылшын тіліне тәрбиелеп жаттым. Жолдасым да мені сондай қолдады. Жұмысынан келген соң уақыт шығарып беріп, балаларға қарап тұрып, мен бір 2 сағат, кей кезде 4-5 сағат өстіп ағылшын тілін үйрендім. Сондай бір жақсы кездер болып жатты. Енді өзім дамып жатырмын, жемісінде көріп жатырмын. Бірақ сол кездерде енді сөз адам өлтіреді деген секілді көп сөздер естіп кеттім. Мысалы, кейбір достарым айтты, сен балаңа ғана уақыт арнаған кезде кейін олар үлкейіп кетеді, сонда не болады деген секілді. Бұл бір өзімшілдік тұрмыс тәсілі деген секілді сөздер естідім. Одан кейін енді менің өзімнің туылып өскен семьям, әке-шешем болса өте ақкөңіл кісілер, өте қонақ жай кісілер болған. Үйден қонақ үзілмейді. Ол кісілерде
қыдырып тұрады деген секілді. Сондай бір семьяда өскеннен кейін енді мен өзімді дамыту шешіміне келу рас оңай емес екен. Енді сондай сөздер, сол өзімнің туылып өскен семьямдағы миыма сіңген сол бір ойлар дәл сол кезде жақын бір туысымнан бір қатты жүрегіме тиетін ауыр сөздер естідім. Соның бәрі қосылып мені бір көңілсіздік жағдайға түсіріп қойды. Көңілді бола алмаймын. Енді көңілді болу үшін көп тәсілдер істедім. Бағанағы айтқан секілді мен де сыртқа шығып заттар сатып алып, киім сатып алып, жақсы жерлерге барып тамақтанып солай істедім. Бірақ оның бәріне көңілді бола алмадым. Сонымен мен ойлана бастадым. Неге көңілсіз болып тұрғанымды зерттедім өзімді. Менің жасаған шешіміме мен өзім күмәнданып тұрмын ғой. Бірақ сол шешімді ойласам, ода ешқандай бір ағаттық жоқ. Мен ағылшын тілін үйреніп өзімді дамытып жатырмын. Сол арқылы тіпті де бір жақсы жерлерге барғым келеді мысалы. Ол бір жақсы ой ғой. Баламды дамытып жатырмын деп соны ойлаған кезімде көңілім көтерілді. Мені көңілсіз қылып тұрған елдің сөзі екен. Сонда мен не үшін сөздерге көңілсіз боламын? Енді әке шешемнің жасаған дәуірі, ол дәуір ұқсамайды. Әзіргі заманда адам өзін дамытпаса қалай болады? Тек қана мен өз ойымды дұрыс қылып өзгертуім керек екен. Дедім да, сонымен ертесі күні жаңаша бір көңіл күйде бір күнді бастайын деген ойға келдім. Өзімді серпілттім, көңіл күйімде ашылып, жақсы болып кеттім. Енді соған айтқым келеді барлықтарыңызға. Елдің сөзін көңілдеріңізге алмаңыздар. Сіздер дұрыс деп санаған тұрмыс, ол дұрыс. Басқаның сөзі сізді ойыңызды өзгертпесін деп айтқым келеді. Басқалардың сөзіне бола көңілсіз болмаңыз деп. Сіздерге пайдасы тисе екен деген ойдамын. Рахмет.